Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар, қалайсыздар? Алла тағала баршаңызға денсаулық берсін. Бүгінгі шығарылымда достар сіздерге биогумустан алынған қызанақтарымызды көрсететін боламыз. Өткен жолда жалпы бір шығарылым жасадық, ал бұл жолы жалпы қанша өнім алып жатқанымызды сіздерге көрсететін боламыз. Міне мына қызанақтар кеше ғана терілді, және де осындай көлемде біраз шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Жалпы бұл жерде мына шелекпен 3 шелек терілді, және сол 3 шелектің бір шелегі 10 литрлік, ал килограммда есептеген кезде 8 килодай шықты. Яғни бір сөзбен айтқанда кешегі терімнен 24 килограмм қызанақ терілді. Енді оны жалпы қыстық салат жабуға пайдаланатын боламыз біздер. Оның алдында да жалпы қызанақтан салат жапқан болатынбыз. Ол кезде дәл осы ақ шелекпен, яғни 8 килограмм шығатын шелекпен үшеу шыққан болатын ол кезде. Енді жалпы қазір өзіміздің өсіп жатқан қызанақтарымызға қарай барайық. Ол жақта жалпы айтқан кезде біз күн сайын оны теріп жатырмыз. Күн сайын шамамен бір айға жуық уақыт болды. Түсте және кешке 2 мезгіл теріп жатырмыз. Мына жердегі қызанақтарымызды, яғни түсте шамамен 5-6 қызанақ, кешке 5-6 қызанақ, 2-3 қызанақ шамамен 1 кило деп есептесек, біз бір күнде 4 килограммдай қызанақ алып жатырмыз. Ал ол деген сөз 30-ға көбейтетін болсақ 120 килограмм, одан соң 24, 48, бір сөзбен айтқанда 168 килограмм қызанақ жалпы терілген екен осы уақытқа дейін. Енді 168 килограмм қызанақты біз мына жерде 5 қарақтан алдық. Қарақтың бір басына шамамен 13 түп, екінші басына 13 түп егілген болатын. Яғни бір қарақта 26 түп бар, ал оны 5-ке көбейтетін болсақ шамамен 130-120 түп қызанақ бар. Және бұл соңғы меже емес, алдағы уақыттарда қызанақтар бізде өсе беретін болады, алла бұйыртса, және біз оны өзіміз алып жалпы санап отыратын боламыз. Ал қазірге дейінгі көрсеткіш жалпы жаман емес, 170 килограммдай өнім алдық. Енді килограммы шамамен 2-3 теңге деп алатын болсақ, орташа бағасын, соны енді калькуляторларыңызға салып өздеріңіз есептеп көрсеңіздер болады. Бұл әлбетте биогумус органикалық тыңайтқышының көмегімен өсіп жатқан қызанақтар өте керемет өсіп жатыр, Аллаға шүкір. Және өте көп мол өнім беруде. 5 қана қарықтан біз 170 килограммдай қазірдің өзінде алып тұрмыз. Ал мына жерде байқап тұрсыздар, әлі қызанақ өте көп. Бұлардың бәрін алатын болсақ, біз енді 200 килограммнан көп алуымызға болады. Ал енді осы 5 қана қарықтан емес, мына жақтағы қиярлар тұрған жерді, болгар бұрышы тұрған жерлерде, мына жерде пияз егілген жерлердің барлығын келесі жылдар қосатын болсақ, алла бұйыртса, ол кезде одан да көп жалпы өнім аламыз. Бір сөзбен айтқанда биогумусты қолданып, сонымен қызанақтарыңызды, өздеріңіздің қиярларыңызды барлығын егіңіздер. Жалпы бүгін осы цифрлармен сөйлейік дедік. Сонымен бізде әр қарықта 13-13-тен 26 түп, 5 қарық, 130-дай түп бар. 130-дай түптен дәл қазір 170 килограмм өнім алып тұрмыз. Одан кейін де алдағы уақытта алла бұйыртса тағы да есептейміз, қанша өнім шығады екен соңына дейін. Сосын барлығын қорытынды есепте айтатын боламыз. Әлбетте бұның барлығы органикалық тыңайтқыш биогумустың арқасында. Сондай-ақ қызанақтарымыз да өте сапалы, жақсы болып өсіп жатыр, әлхамдулилля. Сол себепті барлықтарыңызды биогумусты қолдануға шақырамыз. Биогумус органикалық тыңайтқышының көмегімен ексеңіздер, денсаулықтарыңыз жақсы болады, және де тамаша көп мол өнім ала аласыздар. Бұған біздің осы шығарылымымыз дәлелдеп, көрсетіп айтып отырмыз сіздерге. Ендеше биогумусты қолданыңыздар, шылаушын сатып алыңыздар. Шылаушынның бізде бір штугы 7 теңгеден болып жатыр. Оны алып өздеріңіз биогумусты өндірсеңіздер болады. Немесе биогумусқа тапсырыс берсеңіздер, биогумусты да жеткізіп береміз. Және сонымен өздеріңіздің аулаларыңызға табиғи, былайша айтқанда қызанақ, көкөністер егіп, соны тұтынасыздар. Ол кезде денсаулықтарыңыз жақсы болады. Ендеше келесі шығарылымға шейін сау сәлеметте болыңыздар, ауырмаңыздар, құрметті ауылдастар.
сіздермен бірге болған ауыл шаруашылығы YouTube каналы және оның негізін қалаушы мен Сыпабек Ернар Маратбекұлы. Келесі видеода кездескенше достар.